дауды жеңу. Soğuk kaçan to'xtaydi. Abden şaşırıp bitti. Жасым болса келді. Бірақ бұл жерді қалдырып кетуге болмайды. Мен әлі отайыншы соқсам. Siz bizge öyle satar, biz әлі де жеңіске жетеміз. Ондай болса кеттік. Онаны менің балама аманат етіп бер. Елге аман есен жетіп жатсаңдар, хабарыңды айтарсыңдар. Жоқ, досымсыздар, сендер досымсыздар. Қош. Досымсыздар. Bugün hakim keledi mi? Apa, sen de geldin apa? Tamam, şuna karam, anlaşıldı. Apa, avukat kardeş sazan kimse? Çayırma, kim oldu ki? Ya bizle adam benim hakim şart. Apa, сәлеметсіз апа. Сізге майдандан алсам хат еді. Аты жақсы болмайды. Хат демей, не хат? Апай, апа, мен асығыс едім, кете берейін. Хат, әкеліңіз апа, өзім оқып берейін. Сізге алыстағы майдан даласынан сәлем жолдаймын. Денсаулығым жақсы, уайымдамаңыз. Күні түні сіздің дұға тілектеріңіз демеу болып, жүрегіме жылу береді. Бұл жақта бәрі қиын, бірақ үміт отын сөндірмей, отан үшін күресіп жатырмыз. Әрбір таңды қарсы аларда сіздің пісірген бауырсағыңыздың иісі есіме түсіп, балалық шағымды сағынамын. Бала кезімдегідей құшағыңызға еніп, мейіріміңізге бөленгім келеді. Жақын күнде жеңіспен ораламыз. Сізді, әкемді, қарындасымды, бүкіл ауылды қатты сағындым. Үйге оралып, бейбіт өмір сүрер күнді асыға күтіп жүрмін. Сізді сағынған ұлыңыз Ержан. Kevin düşünüp münasebet erdi şaşırttı. Kasıtın adı olsun, ben de beni şapa. Karama, niye bir evladı değilsin? Dediğimi göreyim. Kimin kiridayoy, kibini kigeni ulidayoy, maydanla kogen kederler, osılay bәрі debidayoy, osılay bәрі debidayoy.
Türkiye жеңіске жетті. Германия тізе бітті. Біздер жеңіске жеттік. Балам, мен сенің көкең емеспін, бірақ сенің көкеңнің қасында болған жолдасым. Oğlum kızımın karışığı kendine. Senin aklın Ezran, birliğin üstünde görgende olsa yerim. Diye kanı gizliye kurtardır. Soğuk şahısını şuttun mu? Şolunda sur çıkıp girmanaydı sarladım bizim oğlan unuttun mu? Bir şu boyun kara jolda sarılıp kendimde istediğini bozmaydı. Son şu jolu sevmegenimi dağıtmıştı verim. Ama koyusun ama koyusun ama. Kurban olalım satamazlar. Bir geçeceğimiz bir tövbetin ama. Балам, саған әкеңге деген аманат еді, осы мұрау қалды. Жоқ, менің әкем өлмейді. Жексұрым фашистер әкемді, елімді бермеймін сендерге. Әкемнің қаны бойыма менің қайнаған, елімнің қаны жеңіспен ғана жайнаған. Мен олардың өр намысы батыр едім, туыңды төмен етекпен бердім саған сертімді, елім мені. Міне біздің ұландарымыз бұл жетте қайсар өрендерім менің. Соғыс салғандарға жазылмас бұл қайғы. Мейлі 10-100 мың өтсін соғыс салғандарға жүрегімнен кетпес сірә. Елімнің ауызықпен жеткен жеңістің, егемен халқымның болашағы сендердің қолдарыңда. Халқымыздың бірлігі мен батырлығының жемісі, ерлердің ерлігі мен аналардың төзімділігі мәңгі есте сақталады. Олар бізге бейбіт аспан мен ерлік өмір сыйлады.
солдаттар өлеңінің желісімен дайындалған әдеби музыкалық композицияда рөлдер сомдағандар: қарт жауынгер Алтынбай Бейбарыс, жас жауынгер Жақыпбек Ақжан, жас жауынгер кішкентай бала Әділбек Сәруар, жас жауынгер Кәдан Руслам, әже Әбілдаева Бағым, ана Таңатар Гүлсезім, кішкентай қыз көрші әйел Ерсұлтан Салтанат.